ертедегі жаңғираның 840 жылы қырғыздар құлатқан ұйғыр қағанатының атын бүгін Қашқария Қотандағы арғы бір тегі парсы кейін түркіленген парсылардың ұрпағы біз бүгін ұйғырмыз деп жүр. Ал ол кездегі ұйғыр қағанаты қазіргі Монғолияның батысында Алтай тауының айналасында болды. Ал бүгінгі жасаған ұйғырлар ол тарихтан есек мінген, ыстық жерде жасайтын, ат мінбеген, отырықшы халық, қалалы халық. Ал біз көшпенді халықпыз. Көшпенді халықпыз. Ал ұйғыр қағанаты ол көшпенділердің қағанаты. Ол одақ, тайпалық одақ болды. Енді оны 1920 жылдарда, 21 жылдарда орыстар айырды ғой, орталық Азияны. Сол кезде қазақ емес, өзбек емес, қырғыз емес бір халық жүр. Кімсіңдер десе, анау қашқарлықпын дейді, мынау қотандықпын дейді. Қашан келдің десе, Чарроссия кезінде айдап алып келді дейді. Қайдан айдап келді десе, Іледен дейді. Ілеге қашан келдің десе, Жоңғар айдап келді дейді. Жоңғар қашан айдап келді десе, қазақтармен соғысқаннан кейін айдап келді дейді. Енді қар. Енді бұл халық ат беру керек. Оған дейін десе, келмейді. Оңғария бар, арғын бар. Сақ дейін десе, оған келмейді. Қас бар, сақ бар, қазақ бар, хассақ бар. Найман дейін десе келмейді, Керей дейін десе келмейді, Үйсін дейін десе келмейді, Үйсін бар, Найман Керей бар. Уақ Қоңырат анау мынау бәрін көрді. Енді Массагет Скиф анау мынау дейін десе келмеді. Егер сол кезде Сергей Радлов кім еді? Сергей Малов, Радлов дейма, Малов. Сергей Малов сол күні водканы көп ішіп жүріп, сендерді Скиф деп атайық десе, біз осы кезде оларды Скиф дейтін едік. Сендерді жоқ Массагет дейміз десе, біз оларды бүгін Массагет дейтін едік. Міне. Сөйтіп Сергей Малов қойды, ұйғыр дейміз деді. Неге? Бүгін өзін ұйғыр дейтін халық жоқ. Ол ескі бір тайпа болып қалды. Ескі бір тайпа болып қалды. Тайпалар одағы болды. Сонымен ұйғыр атанып кетті, болды. Енді бұлар алдыда сол ескі ұйғыр қағанатының бүкіл тарихын біздің тарихымыз деп өздеріне меншіктегісі келеді.